Алматы қалалық білім басқармасының қолдауымен Мұқағали Мақатаев атындағы нөмірі 140 гимназияның базасында магистр педагогтардың кәсіби тәжірибесін жетілдіруге арналған ғылыми әдістемелік конференция өтті. Бұл ауқымды шараға мегаполистегі жалпы білім беретін мектептерден 250-ден астам магистр педагог жиналды. Конференцияның басты мақсаты педагогтердің ғылыми әлеуетін арттыру, заманауи білім беру үрдісіндегі авторлық идеялар мен зерттеу нәтижелерін тәжірибеде тиімді қолдану жолдарын талқылау. Шара барысында қатысушылар өздерінің ғылыми зерттеу жобалары мен әдістемелік жаңалықтарын таныстырып, заманауи білім беру жүйесінің өзекті мәселелеріне қатысты мазмұнды пікір таласы өрбітті. 8 ауданнан 250-ден астам педагог магистрлер бас қосып, өздерінің іс тәжірибесін ортаға салуда. Соның ішінде, мысалы, мектепте 54 педагог магистр бар. Педагог магистр жалпы кім? Ол ұйымдастырушы, ол көшбасшы, ол әр уақытта білім мен ғылымды қатар алып жүрген, өзіндік іс тәжірибесін жүзеге асыруға талпынып жүрген мұғалім. Баяндамашылардың сөзінше магистр педагогтың басты ерекшелігі ғылым мен практиканы ұштастыра отырып, оқыту сапасын жаңа деңгейге көтеру. Сол себепті конференция педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттырып қана қоймай, тәжірибе алмасудың тиімді алаңына айналды. Гимназиямызда 150-ге тарта мұғалім жұмыс жасайды. Оның ішінде 54-і педагогика ғылымдарының магистрі және 5 докторантурада білім алып жатқан ұстаздарымыз бар. Осы ғылым мен білім саласындағы қатар алып жүрген ұстаздарымыздың көшбасшылығын танытатын бұл конференция барша қала мұғалімдері үшін таптырмас керемет шара деп ойлаймыз. Шара соңында үздік баяндама жасаған және белсенділік танытқан ұстаздарға Алматы қалалық білім басқармасының алғыс хаттары мен арнайы сертификаттар табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай конференциялар алдағы уақытта дәстүрлі түрде өткізіліп, магистр педагогтердің кәсіби дамуына жаңа серпін бермек. Жаңа технологияның қарқынды даму ғасырында біз өмір сүріп жатырмыз. Олай болатын болса, дәстүрлі сабақ беру үдерісінен шығып, біз мына технология жаңалықтарын, ғылымда болып жатқан ерекше өзгерістерді сабақта пайдалана білуіміз керек. Олай болатын болса, бүгінгі педагог магистрлардың қорғаған жобалары өте маңызды. Білім сапасына арттыру мен ғылыми ізденісті қолдау бүгінгі заман талабы. Сондықтан Алматы қаласының педагогикалық қауымдастығы бұл бастаманы ұстаз мәртебесін көтеруге бағытталған маңызды қадам деп айтуға болады.